Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен кешкі асқа дұрыс тамақтану кезінде қалай тағам дайындайтынмен бөлісетін боламын. Бірінші кезекте оливки не болмаса кхи майын табаға осылай құйып, оны кішкене қыздырып алатын боламыз. Көп мөлшерде қажет емес, осындай аз мөлшерде үстінен етін салып, бірге қуырып аламыз. Бұл жерде жеңіл әрі тез пісу үшін мен тауық етін пайдаландым, ал сіз кез келген етті пайдалана берсеңіз болады. Және ерекше дәм беру үшін оның үстінен чеснокты салып, екеуін бірге қуырдым. Бұл жердегі ерекшелік өнімдерді өте көп майға ұзақ ұстап қуырмайсыз. Барлық өнімді бір-бір араластырғаннан кейін үстінен келесі кезектегі өнімді салып, бір-бір араластырып қуырып аласыз. Келесі бізде пиязымызды салдық. Екеуі сәл қуырылғаннан кейін, егер табаңыздың түбі құрғап, майы уже аз болып жатқан болса, үстінен бір қызанақты бөліп салып жіберсеңіз, қызанақтың суымен бір жағынан тамағымыз дәмді болып, екінші жағынан табамызға өнімдеріміз жабыспай өте жақсы пісетін болады. Өнімдеріміз сәл қуырылғаннан кейін, оның үстінен сәбізімізді қосып және артынша томатымызды қосып, бір араластырып, үстіне суын құятын боламыз. Сәбізді ұзақ қуырып қажет емес, себебі сумен қайнап, сәбіздің тәттісі тағамның сорпасына шығуы керек. Өнімдерімізді бір араластырып болғаннан кейін, оның үстінен керек мөлшерде су құятын боламыз. Біз білетін диеталық тағамдардың көбісі суға қайнатылған және ол өте дәмсіз болып келеді. Сондықтан да адамдар одан тез жалығып, ағзаға пайдалы тамақтарды жеуден бас тартып жатады. Етіміз пісіп, сорпамыз бір қайнағаннан кейін, оның үстіне керек мөлшерде тұзын қосып, басқа да өнімдерімізді салатын боламыз. Бұл жерде үйге барлығына ортақ тағам дайындап жатқандықтан мен картоп қостым. Негізі дұрыс тамақтану кезінде сіз картобын жемей басқа өнімдерін жесеңіз болады. Және бір араластырып, оны тағы бір қайнатып аламыз. Және оның үстінен бүгін мен гречка салып, гречка пісіретін боламын. Дәл осылай пайдалы май ретінде оливки не болмаса кхи майын пайдалану арқылы және тағамды аз ғана қуырып, осылай тағамдар дайындайтын болсаңыздар, ол ағзаға өте сіңімді және жеңіл болады. Мен бұл жерде картобын емес, гречкасын ғана алып жейтін боламын. Ол суға қайнатылған гречканы жегенге қарағанда өте дәмді және ағзаны жалықтырмайтын болып келеді. Күнделікті түскі және кешкі астарға макарон, күріш және де басқа да өнімдерді дәл осылай пайдалы әрі дәмді етіп дайындаймын. Ескере кететін жағдай, егерде макарон өнімін диеталық тағамда пайдаланатын болсаңыз, қатты сұрыптағы түрін пайдаланыңыз. Ол ағзаға тез сіңетін және пайдалы болып келеді. Алдағы уақытта пайдалы тағамдардың басқа да түрлерімен бөлісетін боламын, сондықтан да арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.